алайын. Алып тастайыншы. Шағамын, мен сені қараңғы, тар жерден тұтқыннан шығардым. Жақсылыққа жамандық бар ма? Бар. Біреуге жүгінейікқа жамандық бар ма? Жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, мен адамның ауыр жүгі мүлкіп, тасып өмірімше қызмет атқарып, жанынан қалдырмайды. Мен жүре алмасам, адамдар мені ұрып соғып ренжітеді. Сағат жақсылыққа жамандық бар ма? Жақсылыққа жамандық бар. Не үшін десеңіз, менің жемісіммен қанша адам күн көріп пайдаланса да, жемісімді қолмен алмай, түбінен орып, жерге түсіріп жейді. Етек, жақсылыққа жамандық бар ма? Жақсылыққа жамандық бар. Мен енеме күні ұйықтамай, мал-мүлкін бағып едім. Бір күні мен қартайып аурулы болдым. Мені ен таяқтап қуып шықты. Ассалаумағалейкум, ата. Жақсылыққа жамандық бар ма? Ата, бекер сөйлейсің. Осы қолындағы кіп-кішкентай қобдиға мойнына үш оралған Әбдіжуан сиыршы ма еді? Я, бұл сөз рас. Енді осы сандықты апарып қойғанымызға қойыңыз.